Hi everyone, бүгін біз possessive case, яғни тәуелдік жалғауын ілік септігін талдайтын боламыз. Сонымен кеттік. Бірінші сұрақ. Is a toy substitute for parents' attention? Яғни possessive case қалай жасалынады? Апостроф және көбінесе апостроф s арқылы жасалынады. Бірақ кейбір кезде тек қана апострофтың өзі де қойылады. Мысалы, бірінші сұрақта қарайтын болсақ, ойыншық substitute деген бұл алмастыру. Ата-ананың назарын алмастыратын нәрсе ме деп сұрап тұр. Сондықтан ата-ана көпше түрде жүреді всегда. Сондықтан parents осы жерде мұқият болу керек. Көпше түрде ғана жүретін сөздерден кейін тәуелдеген кезде ең соңынан тек қана жоғары жақтан апострофты қоя саласыздар. Сонда бұл жердегі дұрыс жауабы A болады. Екінші, she likes to read. Ол ерлердің журналын оқығанды жақсы көреді деп айтқымыз келген кезде, ерлер деген көпше түрде естеріңізде болса, заңға бағынбайтын men болады, яғни емен жазылады. Сондықтан men's magazine болады. Сондықтан дұрыс варианты бұл жерде қарасақ C варианты ғана келеді. Үшіншісі, a good night's sleep makes feel fit. Қайырлы түн, түнгі ұйқы ең жақсы. Сонда night деген түн, сол түннің деп айту үшін night апостроф және s қойылады. Сондықтан бұл жердегі дұрыс варианты C болады. A good night's sleep. Төртіншісі, this isn't my book. Бұл менің кітабым емес. It is менің сестрамдікі деп қалай айтамыз? It is my sister's. Сондықтан бұл жерде A варианты келеді. My sister's. Сестрамның, әпкемнің. Бесінші. National Museum of London contains some of the richest treasures. Лондонның ұлттық музейі ең бай заттар бар ол жерде дейді. Сондықтан National Museums of London. Of деген өзі Лондонның деген мағынаны береді. Сондықтан бұл жерге ешқандай апостроф ештеңе қоюдың керегі жоқ. Сондықтан бұл жердегі дұрыс варианты A болады. Бесінші. This is my parents' car and this is my brother's house. Бұл менің ата-анамның көлігі және бұл менің братымның үйі деген болу керек. Бұл жердегі дұрыс варианты D екен. Parents. Бұл жерде апостроф ұмытып кеткен. Parents және brothers болады. Жетіншісі. This man's name is Bob. Бұл жігіттің аты Bob болу керек. Сондықтан man жекеше түрде man, A мен жазылады және апострофтан кейін S қойасыздар. Сонда бұл жігіттің деген сөз шығады. Сондықтан жетіншісі дұрыс варианты D болады. Сегізіншісі, choose the correct possessive case of the noun. Бұл жердегі дұрыс варианты сегізіншісі children деген өзі көпше түрдегі сөз, жекеше түрде child. Children балалардың болу үшін апостроф және S қоямыз. Children's toys болады. Сондықтан дұрыс варианты E болады. Тоғызыншысы, the government has introduced a tax on. Бұл жерде қайтадан тура сол, children және апострофтан кейін S қоясыз. Сондықтан бұл жердегі дұрыс варианты D болады. Children's clothes. Оныншысы, my nephew is. Бұл nephew деген племянник дейді ғой. Яғни ол сіздің братыңыздың немесе сестраңыздың баласы. Сондықтан my brother's son болады. Оныншысы E болады. Менің братымның ұлы сізге nephew болады, племянник. 11-шісі, Robert is a. Роберт деген ол жігіттің аты, ердің аты. Сондықтан man's name. Яқта C вариантында S қойылып кеткен екен. Man апостроф S қана болады. 12-де I had dinner at the place of my friend. Яғни бұл жердегі дұрыс варианты 12-де D болады. I had dinner at my friends деп айтса, яғни ол досымның үйінде деген мағынада, досымдікінен іштім деген мағынада болады. My parents' bedroom is painted in light green. Ата-анамның дегенде, яғни parents S-тан кейін барып апостроф қойды ұмытпайсыздар. Дұрыс варианты D болады. 14-шісі, the plural form of the possessive case is.
көпше түрдегі тәуелділік жалғау қалай жалғаймыз? The store sells woman. Көпше түрі women болады. Women's болмайды. Women және апостроф s қойсаңыз, бұл әйелдердің киімі болады. Сондықтан 14-шінің дұрыс варианты D болады. 15-шісін қарайық, одан кейін ары қарай жылжайық. This is my friend's computer. Менің досымның болу үшін friend апостроф s қойылады. Сондықтан 15-шісінің дұрыс варианты A болады. 16 мен 17-ні қарайық. The right variant of the possessive case is yesterday's conversation. Кешегі әңгіме болу үшін yesterday апостроф s қоясыз. Сондықтан A варианты дұрыс болады. Және менің братымның аты болу үшін my brother апостроф s. Сондықтан 17 D варианты дұрыс болады. Енді сонымен қатар бүгінгі сабақта біз word formation-ды тестін талдап өтетін боламыз. Яғни сөз жасам. Бұл жерде 5 сұрақ, 5 сұрақты тез талдап өтуге тырысайық. Яғни бұл жерде қарайтын болсақ, the word part that is added to the beginning for another word. Басқа бір сөздің басына жалғанатын нәрсе, ол қалай аталады? Бұл жердегі дұрыс варианты prefix. Приставка дейді ғой. Prefix болады. Suffix деген бұл суффикс, жұрнақ. Root бұл түбірі. Base word бастапқы сөз, сөздің бастапқы ең главный түбірі. Солай кете береді. Affix деген affix. Екіншісі, choose the correct form of the adjective. Can you hear any дұрыс сын есім табамыз? Бұл жердегі дұрыс сын есім екі сын есім тұр. Мысалға, сын есімдер мысалы usual, қарапайым, useful, пайдалы, useless, пайдасыз, of no use, пайдасыз. Can you hear any пайдалы кеңес естідің ба? Can you hear any useful advice? Useful пайдалы. Үшіншісі, her shyness was енді advantage деген ол бір плюсы, жақсы жақтары. Енді оны бонус түрін жасау үшін негізі мына жақта disadvantage болады. Оны жаттап аласыздар. Imadvantage, anti-advantage, irradvantage, unadvantage емес, disadvantage болады. Яғни ол минус жақтары, жаман жақтар деген сөз. Her shyness was a disadvantage in a company. Оның ұялшақтығы бір ортадағы минус жағы, жаман жағы болып табылады. Which suffix isn't an adjective forming? Қай жұрнақ сын есім құрамайды? Full құралады, beautiful деген сияқты. Able, changeable, ауысатын, Y келеді, ish, мысалы bluish деген келеді. ER деген ол салыстырмалы шырай жасайды. Бесіншісі, соңғысы, choose the correct form of the adjective. The economy of states contain 80% of the world's well-being. The economy of қандай штаттардың мықты, яғни powerful деген сөзі болады. Powerless деген күші жоқ деген сөзі, powerfully деген ол үстеу болып келеді. The verb power деген бұл зат есім, powerness ондай сөз жоқ. Powerful яғни күшті болады. Сондықтан бесіншісі D болады.